Жақсы хабары Келес ауданында кезекті шығарылымызда аудан мектептері мен білім ошақтарындағы бүгінгі жағдай, жетістіктер мен жоспарлар жайында баяндаймыз. Ауданға қарасты алғашқы білім ордасы Жолдасов атындағы мектеп. Тарихы терең бұл білім ордасында бүгінде 1400-ге жуық оқушы білім алып, сапалы оқу мен тәрбиені қатар алып келеді. Жалпы қазір сіздер келіп отырған мектеп Түркістан облысы Келес ауданы номер 39 Леспек Жолдасов мектебі болып аталады. Бұл мектептің тарихы 1920 жылы басталды. 1985 жылдан бастап Кеңес одағының батыры Леспек Жолдасов атынан аталып келе жатыр. Бүгінгі таңда бізде мектеп 2009 жылы жаңа ғимарат пайдалануға берілді. Себебі 2008 жылы жалпы осы жаңаға төтенше жағдайға байланысты ауылда су басқан жері бар еді. Ескі мектептің орнына жаңа мектеп 2009 жылы пайдалануға берілді. Бүгінгі таңда негізі мектеп 900 орындық болып салынған, ал қазіргі таңда бізде мектепте 1400-ге жуық оқушы білім алады. 34 педагог бар. Біздің педагогтердің жалпы сапалы құрамының өзінде шебер мұғалімдерде, зерттеуші мұғалім, сарапшы және модератор мұғалімдер бар. Бүгінгі таңда ыстық тамақты 525 бала ыстық тамақпен тамақтанады. Оның ішінде жаңағы бастауыш сынып оқушылары және әлеуметтік тұрмысы төмен оқушылар да қамтылған ыстық тамақпен. Мектептің жетістіктерін айтып кететін болсақ, бүгінгі таңда бізде аудан бойынша мектеп пән олимпиадасының олимпиадалық кезеңінен екінші орынға шыққан жеріміз бар 2025-26 оқу жылында. Сонымен қатар бізде Айғанат олимпиадасының жеңімпазы бар, оны атап кетсем болады, Қабыл Нұрғайша деп. Қалай берсе түрлі одан да басқа онлайн сайыстарымыз бар, байқауларымыз бар, соның барлығы жетістіктеріміз бар. Сонымен қатар 2025 жылы біз осы олимпиадаларға қатысып, Алтын қыран олимпиадасынан 2025 жылы ең үздік мектеп атандық. Мектепте балалардың қауіпсіздігіне бүгінгі таңда жауап беретін турникеттер орнатылған. 16 камера жұмыс жасайды. 16 камерада қазіргі таңда центр оперативного управлениеге жалғанған. Бүгінгі таңда 2026 жылы цифрлық сауаттылық пен жасанды интеллект жылы болып жарияланғандықтан педагогтер арасында жасанды интеллектіні бүгінгі таңда сабаққа кіріктіріп өтіп жатқан ұстаздардың саны артуда. Одан қала берсе бізде өзіміздің мұғалімдер арасында курстар бар. Сол курстардың өзінде әрқайсысын жаңағы тәлімгер сияқты бекітіп, сол курстарға дайындық жұмыстарын жүргізіп, сабақтарға жасанды интеллектіні кіртіп жатырмыз. Ғасырлық тарихы бар бұл білім ордасының түлектері бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде табысты еңбек етіп жүр. Мектеп қабырғасында сапалы білім алып, биік мақсаттарға ұмтылған білікті шәкірттер мұнда жеткілікті. Мен бұл мектепте даярлық сыныбынан бері оқып келемін. Және де осы мектептің адамдардың арқасында, мұғалімдердің, достардың арқасында мен көптеген жетістіктерге жеттім. 6 сыныптан 7 сыныптан бері мен пән олимпиадаларына қатысып келемін және де көптеген жобаларды қорғау арқылы өзімнің білімімді шыңдап жүрмін. Және де мен осы мектептің мұғалімдеріне, басшыларына, әрбір мұғаліміне алғысым шексіз, себебі олардың арқасында мен көптеген жетістіктерге жетіп, өзімнің болашақта кім болатынымды шешіп, және де болашаққа берік қадам баса аламын деп айта аламын. Мен болашақта дәрігер болғым келеді. Себебі мен биология, химия пәндеріне өте қатты қызығамын және де осы пәндермен мен мұғалімдер арқылы дайындаламын. Соның арқасында қазіргі таңда мен биология, химия пәндерінен олимпиадаларға барып, жүлделі орынмен келе жатырмын. Келес аялдаған білім ошағы Сәтбаев атындағы мектеп бұл білім ордасында бүгінде 700-ге жуық оқушыға 80-нен астам білікті ұстаз тәлім-тәрбие беріп келеді. Біздің мектебіміз осы Келес ауданына қарайтын Қаратөбе деген елді мекеніндеміз. 1960 жылы бастауыш мектеп болып құрылған. Одан кейін сол 1985 жылы орта мектепке айналды. Бұрын ескі ғимаратта болғанбыз, жай кәдімгі саманнан жасалынған болған. 2015 жылы 600 орындық осы жаңа ғимаратқа көшіп өттік. 85 педагог жұмыс істейді. 656 оқушымыз бар. Бірінші және 11-ші сыныптардың арасында. Одан бөлек дайындық сыныбы жұмыс істейді. Дайындық сыныбында 60 оқушымыз бар. Дайындық сыныбымен қамтылған. Педагогтарымыздың сапалы құрамында айтуға болады. Мысалға, бізде қазір 23 зерттеуші мұғаліміміз бар, 34 ішінде сарапшы мұғаліміміз бар, одан кейін 26 модератор мұғаліміміз бар. 10 педагог санатындағы
мұғалімдер жұмысқа атқарады осында. Тамақпенен қамтылған бізде 34 оқушымыз жаңағы тұрмысы төмен отбасыларға жоғары сыныптардан алынған. Ыстық тамақ, тегін ыстық тамақпенен ол түске дейін тамақтанады. 2 ауысымда жұмыс істейді біздің мектебіміз. Одан кейін түстен кейінгі 260 оқушы бастауышта 1 және 4 сыныптардың арасында ыстық тамақпен қамтылған. Ыстық тамақты қадағалайтын арнайы бір оперативті комиссиямыз бар. Мектебіміздің жетістігіне келетін болсақ, біздің мектебімізде ұстаздардың жетістігін де айтуға болады. Осы бір қазір бүгінгі күні мектебімізде аудандық әдістемелік кабинеттің жоспарына сай алғашқы әскери дайындық пәні бойынша аудандық семинар өтіп жатыр қазір. Оны да қазір көресіздер. Аудандық семинардың тақырыбы үздік әскери жетекші 2026 деген байқау. Мен бұл жерде неге айтып отқаным, біздің мектебіміздің әскери жетекшіміз үздік әскери жетекші 2025 облыстық байқауы өтті былтырғы жылы. Сол облыстық байқауда 2-ші орынды иеленіп келді. Осында сол себептен болу керек, өзінің іс тәжірибесін көрсетуге аудандық семинар ұйымдастырып, бүгін өткізіп жатқан жағдайымыз бар. Ол бірінші жетістігіміз. Мұғалімдердің түрлі өзінің мұғалімдер арасында олимпиадалар өтеді, түрлі сайыстар өтеді, соған қатысады. Ол жерден де жетістікке жеткен мұғалімдеріміз бар. Одан кейін оқушыларымыз аудан көлемінде осы кезге дейін, бұған дейін мен өз 1,5 айдай болды мектепке директор сайланғаныма. Бұған дейін оқу ісі бойынша директордың орынбасары қызметін атқарғанмын. Сол аралықтарда, мысалы үшін, соңғы жылдарда аудан көлемінде оқушылар олимпиадасынан алғашқы 5-тіктен, даже кейде 10-дықтан түспегенбіз. Биылғы жылдың өзінде 18 оқушымыз жүлделі орынға ие болды. 2 оқушымыз облысқа қатысып жатыр. Түрлі сол оқушылардың жетістігіне байланысты түрлі жоспарлы түрде жұмыстар атқарып келе жатырмыз. Мақтанып айтуға болатын жетістіктеріміз жетерлік. Одан кейін жанымызда спорт мектебі ашылды және музыка мектебі ашылды. Музыка мектебінен өткенде, Шымкентте өткен ән байқауында 2 оқушымыз, екеуі де 1-ші орынға ие болды. Одан кейін спорттық жарыстан Ташкентте өткен бокстан 1 оқушымыз соған қатысып жүлделі 3-ші орынға ол жерде де ие болды. Халықаралық жарыс деді оқушылардың арасында. Біздің оқушымыз ол да үйірмелерге қатысады жаңағы спорт үйірмелеріне, спорт мектебінің түлектері. Мектебімізде үйірмеменен 600 оқушы болса, соның 510-ы үйірмемен қамтылған, өзіміздің мектептің ішінің өзінде. Бізде орталыққа жалғанған цифрлық камерамен орнатылған, ол жанымызда экранда көрініп тұр. 16 камера бар. Біреу, одан бөлек 8 камера, одан бұрынғы камералар еді. Ол барлығы да жұмыс істеп тұр, қауіпсіздікке қатысты. Турникетпен қамтылған, ол бір. Одан кейін 111 нөміріне сенім телефоны бар. Оқушының барлығына хабарланған. Мектептің педагог психологы бар, әлеуметтік педагогы бар, ата-ананың жағдайын бәрін қарап отырады. Олар бар. Тағы не қосуға болады? Мысалы үшін балалардың қауіпсіздігіне қатысты сынып жетекшінің өзінің атқаратын іс-шаралары бар. Ата-анамен таныстырады, өзінің тренингтері бар. Осындай жағдайдың бәрін ұйымдастырып, қауіпсіздігі толық қамтылған деп айтуға болады оқушылар. Бұл мектепте жан-жақты дамыған белсенді оқушылар тәрбиеленіп келеді. Өнер, білім және шығармашылық бағыттағы байқауларда олардың жетістіктері айтарлықтай. Мен бұйырса осы 11 сыныптың түлегі болып табыламын. Осы уақытқа дейін көптеген жетістіктерге жеттім. Яғни олимпиадаларға қатысып, үлкен нәтижелермен мектепке алып келдім. Сонымен қатар, мен мектепте биология пәнін жақсы көремін. Бұйырса мамандығым биология хим пәнін таңдап, кейін жоғары оқу орнына түсіп педиатр болу арманым. Осы жолда маған қолдау көрсеткен ата-анама, мектеп мұғалімдеріне рахметімді айтамын. Бұйырса осылардың үмітін ақтап, жоғары оқу орнының грант иесі боламын деп үміттенемін. Келесі білім ордасы Ғани Мұратбаев атындағы мектеп 2008 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан білім ордасында бүгінде 700-ге жуық оқушы білім алады. Біздің мектебіміз Келес ауданы нөмір 40-шы Ғани Мұратбаев атындағы жалпы білім беретін мекемесі болып, қабырғасы 2008 жылы қаланды. Яғни біздің ел мекенімізде табиғи апаттың болуына байланысты осы мектебіміз төтенше жағдайлар министрлігінің бағдарламасы негізінде 600 оқушыға арналып салынған мектеп. Қазіргі таңда 84 педагог қызмет етеді, 28
кіші қызметкерлер қызмет етіп келуде. Жалпы 672 оқушы білім алуда. Жалпы педагогтардың санатына тоқталатын болсақ, 29 педагогымыз зерттеуші санатында, бір педагогымыз шебер педагог санатында, 24 мұғаліміміз сарапшы санатында, 17 педагогымыз педагог мәртебесінде қызмет етіп келуде. Ыстық тамақпен қамту мәселесі бойынша 5-11 сыныптар аралығында тұрмыстық әлеуметтік жағдайы төмен және де жартылай жетім білім алушылар тарапынан 10 оқушымыз ыстық тамақпен қамтамасыз етілуде. Яғни күнделікті балалардың тамақтануы, ондағы санитарлық талаптардың сақталуы тікелей басшылықтың бақылауында. Енді бастауыш сыныптарымызда жалпы 206 оқушыдан 198 оқушымыз ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Біздің асханамыздың сыйымдылығы 100 оқушыға арналған, яғни 2 кезеңде біз бастауыш сынып оқушыларын тамақтандыруды жоспарлап күнделікті бақылауда атқарып отырмыз. Жалпы бізде мектеп қазіргі мемлекеттің бақылауында осал объект болып табылуына байланысты бізде 3 күзет қызметкерлі күнделікті өздерінің жұмыс жоспарына сәйкес мектеп бақылауда күнделікті жұмыстарын бір-бірімен кезектесіп тапсырып отырады, белгіленген журналға белгілеп. Оқушылардың өмір қауіпсіздігі, яғни 4 мезгілге байланысты білім стандартында көрсетілгендей, 4 мезгілдегі оқушылардың өмір қауіпсіздігі және де осы білім беру ұйымында олардың қауіпсіз өмір алу сабақ өту үшін барлық бағдарламалар, жоспарлар жүйелі түрде амалға асырылуда. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың осы оқу ағарту министрлігіне қойған талаптарына сәйкес біздің мектебімізде 4 кабинеті жаңа заманауи бағытта техникалық базалармен дамытылған, жабдықталып қазіргі күнде осы білім жоспарына сәйкес сабақтар берілуде. Яғни осы бағдарламаға сәйкес біздің педагогтарымыз аудандық, облыстық және де Алматы қаласындағы маңызды оқу орындарында өтілетін олимпиадалық кезеңдерге дайындық жұмыстарын жасауда. Жалпы биылғы жылы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2026 жылды жасанды интеллектті және де цифрландыру бағдарламасына сәйкес бұл біздің оқу бағдарламамызға тікелей қамтылған. Яғни педагогтеріміз өз сабақтарында мүмкіндігінше осы жасанды интеллекттерді тиімді пайдаланып, оқушыларға жүйелі білім беріп келуде. Жалпы біздің мектебіміздің миссиясы педагогтеріміздің оқушыларымызға, білім алушыларға жүйелі білім беру, тәрбиелік маңызы бар іс-шаралар өткізе отырып, президенттің жолдауындағындай адал азамат, біртұтас тәрбие ұлттық жобасы негізінде біз осындай миссияны ұстанамыз. Бұл мектепте талапты да талантты шәкірттер көп, оқушылар біліммен қатар өнер мен спортты қатар меңгеріп, түрлі деңгейдегі байқаулар мен жарыстарда жоғары нәтижелер көрсетіп келеді. Ұстаздар қауымның жүйелі еңбегі мен оқушылардың ізденісі бұл білім ордасының жетістігін арттыра түсуде. Мен 9-11 сынып аралығында өткен сыни ойлау және философиялық республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінен бірінші орын иегермін. Және де 8 сынып, 11 сынып аралығында өткен лингвистика бойынша республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінен бірінші орын иегері атандым, және де облыстық кезеңнен екінші орын иегері атандым. Сонымен қатар мен республикалық пәндік олимпиададан ағылшын пәні бойынша аудандық кезеңнен бірінші орын иегері атандым. Осы бағытта мен ағылшын тілін тереңдетіп оқып, халықаралық IELTS экзаменін тапсырып 6-0 балын алған болатынмын. Бұл дайындықтар маған үлкен әсер етті, яғни менің олимпиадаға дайындық барысында маған үлкен қолдау көрсетті. Және менің жетекшім ағылшын пәні бойынша Қуаншаева Динара апай үлкен әсерін тигізді менің олимпиадаға дайындық барысымда. Және де бұл олимпиадаларға қатысу мен үшін бір үлкен тәжірибе болды. Осы олимпиадаларға жеткен жетістіктерім менің болашақта одан да үлкен жетістіктерге жетуіме бір ынталандыру, үлкен септігін тигізді, және ол ынталандырды мені. Жалпы мектебімізде оқу тәрбие процесін ұйымдастыру барысында ең бірінші оқушылардың
олимпиадаларға аудандық, облыстық және республикалық деңгейде жетістіктеріне жетуіне ықпал жасау мақсатында тиімді жұмыстарды ұйымдастыра білдік. Сол ұйымдастыру нәтижесінде 2025-2026 жылдың бірінші жарты жылдығындағы нәтижелеріміз аудан көлемінде елеулі орын алды. Жалпы айтатын болсақ, барлық пәндер, соның ішінде қоғамдық, гуманитарлық және жаратылыстану бағыттары пәндері бойынша оқушылар жүлделі орындар алып, облыстық және республикалық деңгейде, сонымен қоса онлайн форматта өтілген олимпиадаларға да белсене қатысты. Енді химия пәні мұғалімі ретінде мен өзімде оқушыларды олимпиадаға дайындаймын. 8 сынып оқушысы химия пәнінен 7-8 сыныптарға арналған, жасөспірімдерге арналған республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінен бірінші орын алып, қазіргі кезеңде облыстық кезеңге дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жалпы осы дайындау барысында оқушылардың олимпиадаға дайындау, ынталандыру, мектеп мұғалімдеріне үлкен жігер, күш және жетістікке беруде. Мен 5-ші сыныптан бастап алтын сақа пәндік олимпиада сияқты олимпиадаларға қатысып, аудандық, облыстық жарыстардан жүлделі орын алып келе жатырмын. Биыл да 7-ші сыныпта мен аудандық олимпиадаға қатысып, ауданнан бірінші орын алдым. Менің ұстазым Әділбекова Әйгерім апайға мың алғыс. Жалпы Келес ауданында бүгінде 167 білім беру ұйымы жұмыс істейді. Оның ішінде 100-ге жуығы мектепке дейінгі білім беру мекемелері, яғни балабақшалар. Аудандағы білім ұйымдарында 34-нан астам оқушы білім алып, сапалы тәрбие мен білімге қол жеткізуде. Келес аудандық білім бөліміне қарасты 167 білім беру ұйымдары бар. Оның 97-сі мектепке дейінгі балабақшалар, қалған 70 мектептеріміз бар. Оның 65-і мемлекеттік мектеп, 5-еуі жекеменшік мектептер. Жалпы Келес аудандық білім бөліміне қарасты 34.252 оқушы бар бізде. Және де осы аудан көлеміндегі өзіміздің мектептердің қауіпсіздік жүйелеріне жіті көңіл бөлінген. Біздің 700-ден асатын, 700 оқушыдан асатын мектептерімізде, 21 мектебімізде скунттар, демек турникеттермен орналастырылған. Олардың барлығы балалардың, оқушылардың кіріп шығуына өте ыңғайлы. Алдағы уақытта қалған мектептерге кезең-кезеңімен 300-ден асатын оқушыларға осылай кезең-кезеңімен қойылады деген жоспарлап отырмыз. Сонымен қоса айта кететін, біздің ауданымызда 3985 педагог қызметкерлеріміз бар, қызмет етіп отыр мектептерде. Және де былтырғы 2025 жылы бізде 12 мектеп директоры конкурс арқылы тағайындалды. Алайда қазіргі таңда және де 11 мектебімізде осы директорлерді қажеттілігі бізде білініп отыр. Олар алдағы уақытта конкурстан өткізу арқылы тағайындалатын болады. Және де ыстық тамақпен қамтылу бойынша біздің ауданда жалпы 1 мен 4 сынып арасындағы оқушылар 100% қамтылған. 13.212 оқушы ыстық тамақпен қамтылып, тегін ыстық тамақпен ішіп отыр. Қазір оның ішінде 167-сі әлеуметтік статусы бар оқушылар, АЭС алатын балаларымыз тегін тамақтанады. Бұлардың барлығына қазір біз Face ID құрылғысын орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі күнде көріп отырсыздар, қаржы мәселесіне жіті көңіл бөлінген екен. Бұл жерде балалардың ішкені анықталу үшін осындай қазіргі таңда жұмыстарымыз жүргізіліп жатыр. Және де айта кететін мәселелер, жетістіктеріміз бізде оқушыларымыз Айқанат олимпиадасынан былтыр жылы 2025-те 4 оқушымыз бірінші орын иеленді. Бұл үлкен жетістіктер. Және де Абай оқуларынан бір оқушымыз бірінші орын иеленіп, осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Әр 90 сайын бізде аудандық олимпиадалар ұйымдастырылған, іріктеулер өтіп, бұл жерде біздің мақсатымыз облыстық деңгейге шығару үшін осылай оқушыларымызды шыңдап, бұл жерде әрине ұстаздарымыз да шыңдалады. Осындай мақсаттарда жұмыстар атқарып отырмыз.
Қорыта айтқанда, Келес ауданында білім саласында атқарылып жатқан жұмыстар мен жетістіктер аз емес. Алдағы уақытта да бұл өңірде білімді, білікті ұрпақ өсіп шығып, ауданның абыройын асқақтата береді деп сенеміз.